Қазақ балалы үй базар дейді. Келесі материал Ақмола облысындағы үлгілі отбасы жайында. Есжановтар әулеті өсіп өнген ауыл. Отбасында 9 бала болса, соның тұрмысқа шығып шаңырақ көтерген 7-еуі көп балалы. Ұрпақ тәрбиесін басты орынға қойған отбасы қызмет пен өнерден де қол үзбеген. Құрбыжан, құрбек кереге. Ән салу Бибіжамал апаның қолына ине жіп алғандағы әдеті. Немерелерінің үстіндегі ұлттық киімнің бәрін өзі тіккен. Міне, кезекті үлгіні әзірлеп отыр. Осы тіккен ойдың бәрін балалар бәрі білет. Қай қызым болса да Замзагүл, Айжан, Наргүл, Гүлжан. Бітті немерелерімді міне үйренді. Өзі ісін өздері істеп тігіп берсе, өздеріне өнер. Әулеттің балалары өнермен бірге түрлі кәсіпті де игерген. 9 бала да жоғары білімді. Қазір жер-жерде заң, қаржы, медицина, жер қатынасы және ағарту саласында еңбек етеді. Ата-ана тәрбиесі, өмір жолы олар үшін үлгі. Мәселен, Бибіжамал апа қызмет жолын шопандықтан бастап, бұрынғы Целиноград облыстық кеңесінің депутаты деңгейіне дейін жеткен. Ал отағасы тұтас шаруа қожалығын қалыптастырған. Мен енді қандай жақсы жолменен немен жүрсем, оларды да сондай неге тәрбиелей, еңбек етсін, солардың болғанын жақсы көрем. Әлде болса да осы балапандарыма көмектесіп отырам. Әке жолын қазір кенжеұлы Смағұл жалғастыруда. Ол бүгінде 360 гектар жерге дән сіңіру қамымен жүр. Қазір егін науқаны күні жұмыс істеп жатырмыз. Осы егістікке арпа да, бидай да, сол да егеміз. Әулеттің жастарды кәсіп иесі атануға, өнер үйреніп, спортпен айналысуға әуес. Немерелерінің үлкені Рысбек еркін күрестен Қазақстан чемпионы. Міне, Есжановтар қай жағынан алсақ та үлгілі отбасы. Анашым мәкем, сүйенішім қошынарым. Ердәулет Байдуллаев, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар Ақмола облысынан.